Сәлем достар, бүгін сіздермен қонақтар дәл риза болатын нарынын туралы көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Ең алдымен біз етімізді қазанға қойып, су құйып, үстіне тұз салып, ет асқандай қайнатып аламыз. Сосын үстіне көпіріктер шығады, оларды сүзіп алып, тағы да ұзақ уақыт етіміз піскенше, еттің дәмі сорпаға сіңгенше жақсылап қайнатып аламыз. Ал енді достар, етіміз піскенше қамырын жасауға кірісеміз. Бір стақан суға 2 жұмыртқаны салып, тұз салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болғаны жақсы, қамырды жайған кезде жақсы жайылады. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұны илеуі тынып, илеуі қанғанша 20 минутқа, жарты сағатқа салфанға салып қалдырамыз. Міне енді қамырымыз жаюға кірісеміз. Кішкене ғана ұнды жағып, бөліктерге бөліп аламыз. Менде 3 суала қамыр шықты. Соны 3 суалаға 3-ке бөліп, думалақша етіп, суала жасап аламын. Ал енді біз қамырымыз жаюға кірісеміз. Алдымен үстінен басып, қамырды үлкен көлемге әкеліп аламыз. Сосын оқтаумен үстін басып, қамырды жайып арғарай жайып аламыз. Біздің қамырымыз бешбармақтың қамырына жайылатындай етіп жаюымыз қажет. Не менің қамырым осындай болып, жұқа болып жайылды. Енді оны жайып қойып, 15-20 минутқа кептіріп аламыз. Мен қамырларымның барлығын бірден жайып алдым. Сосын біз кепкен қамырды алып, оқтауға ораймыз. Оқтауға орап, оны видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Біздің қамырларымыз кесіп болған соң, газге су қойып қоямыз. Суымыз қайнап тұру қажет. Оған азырақ тұз салып, қамырлардың барлығын аз-аздан пісіріп аламыз. Міне достар, біздің қамырларымыз пісті. Енді ол қамырларымызды бір шараға салқын суды алып, қамырларымызды сүзіп, суға салып аламыз. Міндетті түрде салқын суға салыңыздар, әйтпесе біздің қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін, ал салқын су қамырларды ыдыратып жібереді. Қамырымызды салқын суға салып болған соң, оның барлығын алып, сүлгіге жайып шығамыз. Яғни қамырды судан сырғытып, кептіріп алуымыз, кішкене ғана кептіріп алуымыз қажет. Қамырларды жайған кезде бір-бірінің үстіне қоймаймыз, өйткені олар жабысып қалады. Барлығын бөлек-бөлек сүлгіге жайып шығамыз. Ал енді біздің кепкен қамырларымызға үстіне азыды май жағап отырып, үстіне қойып шығамыз қамырларды. Барлық қамырдың үстіне осылай бөлек-бөлек арасына май жағамыз.
майымыз сұйық май жақсаңыздар болады. Шамамен 10 қамырдай, 15 көп болып кетеді. 10 қамырдай алып үстісіне қойып шығамыз. Одан егер көп қоятын болсаңыздар, қамырларды 10-15 қатар қылатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз тураған кезде жабысып қалуы мүмкін. Аз-аздан үстісіне қойып шықсаңыздар, әдемі болып шығады. Міне қамырымыз осындай болу қажет. Ал енді біз бөлек ыдысқа сорпамыздан етімізді сүзіп аламыз. Қамырымызды турап болғанша етіміз суып тұрады. Салқын жерге қоямыз. Ал енді біздің жаңа үстісіне қойған қамырымызды турауды бастаймыз. Видеода көрсетілгендей қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Сосын қамырды өте жұқар етіп турап шығамыз. Егер сіздердің қамырларыңыз қалың болып кетсе, ол әдемі көрінбейді, жеуге де ыңғайсыз болады. Өйткені қамырларыңызды өте жұқа етіп турасаңыздар, ол өте әдемі көрінеді. Міне мен барлық қамырларымды осылай турап алдым. Енді етті де дәл солай өте жіңішке ретінде ұсақ етіп турап аламыз. Барлығын турап болған соң, достар, қамыр мен етті бір-біріне жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің нарынымыз осындай болып шықты. Өте дана болып, арасы жабыспай, әдемі болып пісті. Енді оны кесеге алып, жаңағы етті қайнатқан сорпаны үстіне құйып, қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.